Сәлем достар, сіздер мен EasyKZ. Сіздерді қандай акцияны сатып алу керектігі қызықтырады ма? Жауабыңыз оң болса, видеоны көруді жалғастырыңыз. Себебі, бүгінгі видео Wall Street аналитиктерінің биылғы жылы сатып алуға ұсынған акцияларына арналатын болады. Егер сізді шетел биржаларынан доллармен акция сатып алу қызықтыратын болса, видеоға лайк баса кетулеріңізді сұраймын. Ал егер отандық нарықтан қандай акцияларды сатып алу керектігін білгіңіз келсе, жоғарыдағы сілтемеден өтіп көрсеңіздер болады. Тақырыпқа кіріспес бұрын арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сонымен, биыл қандай акцияларды сатып аламыз? Бұл сұрақтың жауабын американдық Wall Street аналитиктері талдап, осы видеода айтылатын 10 акцияның жоғары өсуге потенциалы бар деп болжаған екен. Енді көп созбай, сол компаниялармен сіздерді таныстырып бастайын. Бірінші компания JD.com. Бұл қытайлық компания тікелей онлайн сауда-саттықпен айналысады. Ол өнімдер мен қызметтерден бөлек логистикалық қызметтерді де ұсынады. Акция бағасы қазірде $27 төңірегінде. Алдағы жылы $44 дейін өседі деген болжам бар. Яғни өсу потенциалы 63%-ды құрайды. Екінші компания ол Moderna. Moderna ол вакциналарды ойлап шығарумен және гендік инженерия өнімдерін өндірумен айналысатын биотехнологиялық компания. Қазір акция бағасы бір акция үшін $86. Бір жылда $127 дейін өсу мүмкіндігі бар деп есептелінеді. Яғни, компания акциясының өсу потенциалы 48%-ды құрайды. Келесі компания First Solar. Компания электр энергиясын шығаратын күн модульдерін құрастырумен, шығарумен және сатумен айналысады. Компания өз қызметін ақш, Жапония, Франция, Канада, Үндістан, Австралия сияқты елдерде жүргізеді. Акция бағасы $162 төңірегінде саудалануда. Болашақта бағасы $230 дейін көтерілуі мүмкін деп болжануда. Осылайша, акцияның өсу потенциалы шамамен 38%-ды құрайды. Төртінші компания ол Halliburton. Оның шамамен 33%-ға дейін өсу потенциалы бар деп есептелінеді. Компания жалпы мұнай өндіріс саласында қызмет атқарады. Ол мұнайдың ошақтарын анықтаумен, өндірумен және энергетика саласында құралдар шығарумен айналысады. Компанияның бір акциясын қазір шамамен $33-ға сатып ала аласыздар. Ал болашақта ол $48-ға дейін көтеріледі деген болжам бар. Жақсы өсуге потенциалы бар компаниялардың келесісі ол Schlumberger. Компания мұнай өндірісі саласында көптеген қызметтерді ұсынады. Оның ішінде технологиялық ұсыныстар, жобаларды басқару және ақпараттық шешімдерді ұсынумен айналысады. Қазір компания акциясын $48-ға сатып алса болады. Ал биылғы жылы оның бағасы $69-ға дейін жетуі мүмкін деп болжанған. Жалпы, компанияның өсу потенциалы 32%-ды құрайды. Алтыншы компания ол Nvidia. Бұл компанияны көпшіліктеріңіз естіген боларсыздар. Компания графикалық, есептеуіш, торлық шешімдерді ұсынады. Оған қоса процессорларды жобалаумен, шығарумен және сатумен және бағдарламалық қамтамасыз етумен айналысады. Қазір акция бағасы $543 төңірегінде, ал болашақта $652 дейін жетеді деген болжам бар. Яғни, өсім потенциалы шамамен 20%-ды құрап отыр. Келесі компания ол APA Corporation. Бұл компания табиғи газды, шикі мұнайды, сұйытылған табиғи газды іздеумен, өңдеумен және өндірумен айналысады. Компания өз қызметін ақш, Египет, Біріккен Корольдік елдерінде көрсетеді. Акция бағасы қазір $32 шамасында, ал осы жыл соңына дейін $47-ға дейін өседі деген болжам бар. Осылайша,
компанияның өсу потенциалы 46%-ды құрап отыр. 8-ші ұсынылатын компанияда мұнай саласында қызмет атқаратын Marathon Oil. Компания шикі мұнайды, оның конденсатын, сұйық көміртекті, табиғи газды іздеумен, өңдеумен және өндірумен айналысады. Сонымен қатар, табиғи газдан жасалған өнімдерді сатуда компания қызметінің бір бөлігі болып табылады. Қазіргі таңда компанияның бір акциясы $22 құрап отыр. Ол жыл соңына дейін $32 дейін, яғни 45%-ға дейін көтеріледі деген болжам бар. 9-шы компания All Active. Бұл компания әлем бойынша автомобиль компоненттерін, яғни бөлшектерін жобалаумен, өндірумен, сатумен айналысады. Қазір компания акциясын шамамен $82-ға сатып алуға болады. Ал жыл ішінде бағасы $114-ға дейін көтерілуі мүмкін деген болжам бар. Яғни өсу потенциалы 39%-ды құрайды. Соңғы компания All Las Vegas Sands. Бұл компания құрамына тұрғын үйлер, ойын-сауық, көңіл көтеретін, сауда орталықтары кіретін интеграцияларған курорттарға басқарушылық жасайды және оларға иелік етеді. Қазір компанияның бір акциясы $49 шамасында, ал жыл ішінде ол $62-ға дейін көтерілуі мүмкін деген болжам бар. Яғни, өсу потенциалы 30% төңірегінде. Осымен тізім соңына келіп жетті. Сіздердің портфеліңізде осы акциялардың қайсысы бар? Бұл тізім туралы жалпы өз ойларыңыз қандай? Жауабын комментарийға жаза кетулеріңізді сұраймын. Арнаның инвестор оқырмандарымен өз ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кеттіңіздер деп сенемін. Келесі видеода кездескенше.